Давайте. Ойнамасаңыздар болды. Қайырлы таң, баршаңызға қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін бізде енді керемет күн болып тұр, тамаша болып тұр. Мына жақта дайындық. Құдай қаласа кішкентай балапанымызды алып келеміз бүгін. Сөйтіп қонақтарды күтетін боламыз. Көмектесіп жатыр, күшті кісілер келіп бізге көмегін жасап жатыр. Сіздерге рахмет. Жасап жатқан жұмыстарыңыз үшін. Бұл кісілер енді таңғы 5-тен келіп отыр. Сөйтіп жұмыс жасап жатыр. Ал бүгін біз керемет енді қуанышты болып тұрғанымыздан енді тамаша болып тұрмыз да. Бүгін біз выпускаға барамыз. Міне дайындық бізде. Бізде үлкен дайындық. Құдай қаласа бүгін қонақ күтеміз. Құтты болсын еді. Күшті қандай? Күшті қандай яқа. Ақты болсын. Құдай болсын. Ал келулеріңмен. Неге жоқ болып кетті? Совсем потому что біз үйде қонақ күтіп жатырмыз. Осылай дайындық болып жатыр. Енді мен келін болғасын, келіннің қызметін жасап, осылай көмектескен болатынмын. Примерно қолым босаса, сториске шығып, сіздерге бір көрсететін боламын. Біз деген сол кешеден бері осы жақта қондық. Бүгін, кстати, ауылдан ата-енем келеді. Енді ата-әже кеше келді ғой. Бүгін ата-енем келеді. Сосын келін болып сөйтетін боламын. Қайынсіңлім бар, көмектесіп жатыр Айока. Осылай. Қонақтар келеді. Айок. Қайда маған шоколад алып? Дауысты қойш? Дұрыс болсын. Көп қазақ елі демей қойып, бірақ бізді жақсы білетін, баяғыдан бізді оқып, бізге тілеулес болып жүрген оқырмандарымыздың барлығы күтіп отыр. Қайдасыңдар деп. Бізде бүгін выписка. Қайырлы таң достар деп баяғыдай айқайлап Айта алмаймыз. Себебі көкеміз, бастығымыз ұйықтап жатыр. Осы кісінің бетіне қарап қалдық қазір. Кішкентай батырымызды бүгін алып шығайын деп тұрмыз. Ол сыйлаған жонышқама мен гүл сыйладым. Сол барлықтарыңызға жақсы рахмет. Халықтың тілегі, елдің батасы, Алланың қалауымен өзіміздің де бір арманымыз, қайтпас мінезіміз, анаған да бар емделіп, мынаған да бар емделіп, түрінде Аллаға шүкір жемісін көріп отырмыз. Жеміс еще такой жеміс. Палуан. Ғұмырыңыз ұзақ болсын. Алланың берген бізге сыйы. Алла қаласа болашағың жарқын болсын. Біздің өзіміздің Құдайға берген уәдеміз бар. Құдай бізге бала берші. Ең жақсы папамен, ең жақсы мама боламыз деп уәде берген. Рахмет саған. Баламыз үшін, баладан бұрын шыдағаным үшін, сабырлығым үшін, менімен бірге сынаққа төтеп беріп күрескенім үшін